Саш, какие впечатления от спектакля? Шикарная работа актеров. Да. Постановка, диалоги. Всего 2 актера. Всего 2 актера, Два да. часа. Ну, 2 часа. Ну, слушать было их. Ну, просто ты была вовлечена, как будто ты сама участник этого действия. Искренность и смысл вообще глубокий любовь. И мы поняли, что миром правят женщины. Ну да. В очередной раз мы это поняли, да? Да, любимый? Мен айтам дагы бәріміз бір қазақтың қызымыз деймін да. Неге біз қашан көре алмаушылықты, бір-бірімізді жамандап, бір-бірімізді жерге көмуді қашан қоямыз екен деймін да. Ой Алла, мен емші Ақтөбелік Бағдагүлдің айтқан Баян Алагөзова мен Динара Сәтжанға айтып атқан сөзін естігенде вообще шокке болам. Олар зато тапса байлық өзінікі, ол адал еңбекпен тауып отқан ақша. Екеуі де еңбектеніп, күні түні ұйықтамай еңбек етіп отқан, тауып отқан ақшалар ғой. Олардікі адал ақша. Неге Бағдагүл осыншама білмеймін, өзіміздің қазақтың қыздарын жерге салып, жерге кіргізіп, тығып шығарып жатсыздар, мен түсінбеймін. Вообще осындай жандарға вообще түсінбеймін мен. Қолдарыңнан келсе бір-біріңе жақсы сөз айтып, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Білмеймін, жақсы сөз айтудың орнына осындай сөздер айтатын жандардан бар ғой, кейде қорқасың да. Мен айтам дағы бәріміз бір қазақтың қызымыз деймін. Мына Динара мен Баян еңбек етіп, күні түні ұйықтамай байыды деп қате айтып тұрған жоқсыз ба? Сіздер күні түні ұйықтамай жұмыс істеп жатқан адамдар бар ма араларыңызда? Онда сіздер неге бай болмайсыздар? Олай айтпаңыздар. Біздің Қазақстанда әділеттілік жоқ. Сол үшін осындайлар бай болады. Және бұлар бай болғанымен қоймай қазақша сөйлемейді. Енді бақыттысың ғой сен. Байсың деп жатыр. Ана дүние мүліктеріңіздің сұрауы бар ғой. Сен оны дұрыс Димаш құсап, Италияда ән салып, Ресейде ән салып, Қытайда, Францияда ән салып, сол ақшамен еліңе келіп бай батқан жоқсың ғой. Біздің Қазақстанда отырып, нан жедің ба? Ең болмаса самал ұяттарыңыз болса қазақша үйреніңіз. Орысша мектеп бітірді дегеннің бәрі жалған. Жақын күндер біз Баян сені көргенбіз. Ағылшынша үйреніп алдың деп мақтанып сөйлегенде. Сен де ана тілін сол кез үйреніп алып мақтанбадың бізге. Сөйле. Құрметті қазақ елі, біздің елімізде халықтың жағдайы күннен күнге нашарлап жатыр. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Қазір кредиттерін төлей алмай қаншама адамдар алтын бұйымдарын ломбардқа тапсырып, істеген кіші бизнестер қазір тоқтау үстінде тұр. Бұның бәрі жақсылықтың нышаны емес. Қолдарына ақша тиген байлар күтіріп, мына Қытай елінде үлкен бір заң қабылданды. Мына бай әйелдер байлығын бүкіл экранға шығарып мақтанып, елдің жүйкесін тоздырмасын. Мен шүкір, мен ақшамға жоқтықтан айтып тұрған жоқпын, бұны қарапайым халық үшін айттым. Және де бұл байлар енді байыдыңдар ма, қазақша сөйлеңіздер. Өйткені олар ешқашан қазақша ана тілін мойындамайды. Қарапайым халықтың не жазығы бар? Ширазға киерге кимей ана тіл дәстүріміз бізге ана сақтап қалуымыз керек па? Оларға Қазақстандағы бүкіл зиялы қауымның үнсіз болуы мені шырылдатып жалғыз өзін ана тілмен. Біз ана тілді ешқашан қорқап қала алмаймыз, достар. Тамағы тоқ, көйлегі көк адамдарға керек болмаған ана тілі әлсіз, ақшасы жоқ, кедей-кепшік ешқашан біздің үніміз шықпайды. Сонда қазақ тіліне нүкте қойылатын күн болған ба осы? Тоқтайтын күн міне бүгін ба сонда? Бүгін ертең ба сонда? Менің аузымды шапқаннан кейін осыны кім көтереді екен? Кім жүрегі шыдап байларға қарсы шығып көтереді екен? Әлі бұл екеуі бір ұятта болса, тікелей эфирлеріне шығып, халықтан хотя бы мені даттасын, кешірім сап қазақша сөйлеу керек қой. Бұл бай әлі талай жерді осындай тілге құрметсіздігімен үлгі болады. Балық, құрметті қазақ елі, мына байлар ерегіскенде, мына Динара мен Сәтжан бүкіл халыққа жаңағы үй бердік деп басымыз жарды, өзім жұмысшыларына берген баяндар. Бүкіл байлар ерегіскенде осыларды басып өзіп сіздерді үй беріңіз депші, ауыздарына құм құйылсын. Қазақстанды тіпті беріп жатса, үкіметті беріп жатыр шүкір. Не болды соншама? Тіпті басымыз жарды мынау екеуі.
үй берді. Берсе өзінің жұмыс үшін, берсең ертең депутат боласың. Мен бір сөзімнің өтірігі жоқ. Халықты олай аузын бүйтіп айға қарата бермеңдер. Ерексіңдер. Байлар көрдіңдер ғой бұл екеуін. Мә, шахан жалпағынан басқа болады екен, үй берсең. Қаншама байлар да көмектесіп жатыр, Аллаға шүкір. Осы Акиматтың бүкіл концертін бәрін өткізетін сол байлар ғой. Бұлар айтпайды, бұл екеуі тек сөйтіп ана тілімізді бүйтіп майыстыра бермеңдер. Байлар осы екі әйелдің аузын жауып беріңізші, үй беріп. Ана тілді қоратқызбайық. Снимай меня без фильтров. Пришел мой супруг, Турсунгали Турумович, принес подарок от китайских партнеров. Говорит, открывай. Посмотрите, перчатки. И что он дальше сказал? Что это ваза из чистого золота. Вот что значит, когда в твоих партнерах китайцы. Мамочка. Ваза из чистого золота. Вау, капец. Тяжелая? Тяжеленькая. Тяжеленькая? Ну, перчатки-то не зря здесь. Ну, капец. Похоже на золото, прикинь. Нет, я уже сказала, из чистого золота. Мать моя женщина. Я говорю, Вселенная как работает? Да, сейчас только говорила тебе, каждый день подарки получаю. Только что, вот минуту назад говорила, и Турсен зашел с этим подарком. Смотри, какая филигранная работа. А это что такое? Ну, ты сказала, На этом континенте, в Китае, везде. А мы будем только радоваться. Удачи, Назым. Добрый вечер. Я не знаю, почему нам дали слово. Мы просто пришли порадоваться за тебя, Назым. Но тем не менее приятно, конечно. Добрый вечер всем родным, близким нашей прекрасной, любимой, талантливой Назым. Действительно, Назым 10 лет назад я впервые с ней познакомилась. Я хотела бы отметить ее умение коммуницировать, ее умение дружить. Дело было так. Я